Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай фетрдан қазақша үлгідегі сөмке жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаймыз. Бұны мен балабақшадағы қазақи бұрышқа арнап жасадым. Бізге қажетті заттар: фетр, осындай оюдың үлгісі, және фоамиран, ручка, липучка, ыстық клей және қайшы қажет болады. Ең алдымен сары фетрімізді аламыз. Оған шеңбер сызып аламыз. Циркульмен болмаса тәрелкемен сызып аламыз. Өздеріңізге керекті тәрелкенің көлемін таңдасаңыз болады. Сосын сөмкеміздің ұстайтын жері үшін 30 см ұзындықта 2 фетрді 2 штук қиып алатын боламыз. Міне шеңберіміздің ортасынан бір бүктейміз және бір қапталын ішіне кішкене қайырып, екінші қапталын тағы да қайырып, трапеция пішінге келтіріп, осылай ыстық клейге кепкенше жабыстыратын боламыз. Міне жаңағы қиып алған 30 см ұзындығымыз кішкене ұзындау болып қалғасын, мен қайта жартылай қиып тастадым. Екі шетін клейлеп, сумканың ішкі жағынан жабыстыратын боламыз. Екінші жағын жабыстырамыз. Ыстық клейді фетрға ұзақ ұстап тұрыңыздар, әйтпесе ажырап кетеді. Міне, енді сыртын әдемілейтін боламыз. Осы оюдың үлгісін қара жылтырақ фоамираннан басып қиып дайындап аламыз. Оны сөмкеміздің ортасына жабыстырамыз. Және осындай майда оюларды жиегіне әдемілік үшін жабыстыратын боламыз. Оны да қара жылтырақ фоамираннан қиып аламыз. Өздеріңізге ұнаған ою түрін қиып жабыстырсаңыздар болады. Міне кішкене фоамиранды ұзынша етіп қиып алып, сөмкеміздің жабылатын жерін жасайтын боламыз. Арт жағынан ұстап жабыстырамыз. Артық жерін қиып тастаймыз. Әдемілік үшін сүйірлеп қиятын боламыз. Енді липучкамызды жабыстыратын боламыз. Барлығын ыстық клей арқылы тез-тез істеп шығуға болады. Міне сөмкеміз дайын. Осындай әдемі сөмке тез дайын болады. 5-10 минутта жасап алатын боласыздар. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма қолдап тіркеліп қойыңыздар.